Сәлем оқырман, Сезім ТВ арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыз. Сезім сыры. Көктемнің кеші, қаладағы қым-қуыт, тірліктен шаршаған Айдана ауылға, әжесінің үйіне келді. Бала күніндегі таныс иіс, жусанның жұпары, жаңбырдан кейінгі топырақтың хош иісі оның жанын бірден тыныштандырды. Кешке қарай ауылдың сыртындағы ескі көпірге барып, өз ойына батып отырған. Сол сәтте артынан таныс дауыс естілді. Айдана? Шынымен сен бе? Бұл оның бала күнгі досы, алғашқы ғашығы Арман еді. Жігіттің жүзі бұрынғыдан да салмақты, даусы баяу, бірақ терең сезімге толы екен. Олар көпір үстінде ұзақ әңгімелесті. Бала күнгі қызықтар, сағыныштар, естеліктер бірінен соң бірі есіне түсті. Арман оның қолын ақырын ғана ұстады. Айдана жүрегінің дүрсілін жасыра алмады. Сен өзгермепсің, деді Арман, оның көздеріне тік қарап. Ал сен мені әлі ұмытпаған сияқтысың, деп қыз жымиып қойды. Сол сәтте Арман оның иығына қолын қойып, жылы құшағына тартты. Айдана алғашында сәл тартынғанымен бір сәтте өзі де оны қапсыра құшақтап алды. Бұл құшақта сағыныш, жылдар бойы айтылмаған сөздер, жасырын арман мұраттар бар еді. Олар асықпады, әр қимыл баяу, әрі таныс нәзік әуен секілді. Арман оның бетінен, маңдайынан ақырын сүйіп, тек бір сөзді сыбырлады. Сені сағындым. Айдана оның кеудесіне басын қойып, жүрек дүрсілін тыңдады. Сол сәтте уақыт тоқтағандай, жанда, тәнде бір-біріне толық берілген. Бірақ бұл сезім таза шынайы еді. Түн ауылдың үстіне ақырын қонды. Ай жарығы олардың бейнесін көпір үстіне алтын түстес етіп бояды. Сол түні екеуі тек құшақтасып, жүрек үнін тыңдап, көптен бері жоғалған жылуды қайта тапты. Таңертең екеуі бірге ауылдың шетіндегі соқпақпен жүріп бара жатты. Арман қолынан ұстап, енді сені ешқайда жібермеймін, деді сенімді дауыспен. Айдана күліп, мен де кетпеймін, деп сыбырлады. Бұл түн олардың жүрегінде мәңгі қалды. Таңғы ауа салқын, бірақ жылы сезімге толы еді. Айдана ояна сала терезеге қарады. Күн әлі толық шықпаған, ауылдың үстін сүттей тұман басып тұр. Тек сырттан естілген құстардың үні мен алыстан естілетін сиырдың мөңіреген дауысы ғана тыныштық бөлді. Кеше кешкі Арманмен кездесу әлі де оның жанын толықтай күйде. Құшағының жылуы, даусының тереңдігі, айтқан әр сөзі бәрі де ойынан кетер емес. Осы сәтте есік ақырын ашылып, Арман кірді. Қолында буы бұрқыраған шай мен жаңадан піскен күлше бар. Таңертең сен аш қалмасын деп келдім, деді ол жымиып. Айдана да жымиып дастарханға жайғасты. Екеуі үнсіз шай ішті, бірақ бұл үнсіздік ыңғайсыз емес, керісінше екеуінің арасындағы сөзсіз түсінікті еді. Кеше сені қимай әрең кеттім, деді Арман, көзін төмен түсіріп. Мен де, деп қыз жай ғана сыбырлады. Арман оның қолын ұстап ақырын өзіне тартты. Үнсіз ғана терезе алдындағы орындыққа отырды да Айдананы тізесіне отырғызды. Бұл қимылда әдепсіздік жоқ, тек шексіз сағыныш пен нәзік сезім бар еді. Сенің қасында уақыт тоқтап қалады, деді Арман. Оның шашын сипап, Айдана басын оның иығына қойып, жай ғана жымиды. Сыртта күн шығып, бөлмені алтын түске бояды. Сол сәтте Арман оның маңдайынан сүйіп, сыбырлап, Айдана, мен сені бала күнімнен сүйіп келемін. Бұны айтуға тырысқанмын, бірақ енді жасыра алмаймын. Сен менің өмірімнің жалғызысың. Айдана оның бетіне қарап, мен де сені, деді, көзінде жас жылтырап. Екеуі құшақтасып ұзақ отырды. Тек жүрек соғыстары мен сырттағы табиғаттың әуені ғана олардың сәтін толықтырды. Бұл таң екеуінің өміріндегі жаңа бастаманың алғашқы күні болды.
Арада бір апта өтті. Арман жұмысына байланысты қалаға кетуге мәжбүр болды. Айдана ауылға қалып, күн сайын оны сағынумен өткізді. Телефон арқылы сөйлессе де құшағының жылуы, көз қарасының шынайылығы жетіспей тұратын. Бір күні кешке Арман хабарласып, ертең қалаға кел, мен саған бір нәрсе көрсетемін деді. Жұмбақ үнмен. Келесі күн Айдана қалаға жеткенде Арман оны вокзалдан күтіп тұр екен. Жігіттің үстінде қара костюм, қолында ақ гүл шоғы бар. Сені осылай қарсы алуды көптен армандадым, деді ол күлімдеп. Олар қала көшелерімен қол ұстасып жүріп, биік әйнекті ғимараттың жарығында бір сәтке өздерін басқа әлемде жүргендей сезінді. Арман Айдананы бір мейрамханаға апарды. Ішінде жұмсақ музыка, шам жарығы, екеуінің үстелінде тек бір шырақ жанып тұр. Айдана, сен менің өмірімдегі ең маңызды адамсың. Бала күнгі сезімімді сақтап қана қоймай, оны күн сайын арттыра түстім. Енді сені қасымда көргім келеді деп Арман оның қолын қыса түсті. Айдана үнсіз қала күлімдеп оның көзіне қарады. Сол сәтте Арман орнынан тұрып, оның жанына келіп ақырын құшағына алды. Қыз оның иісін сезіп, жүрегінің дүрсілін тыңдап, бар әлемді ұмытты. Кештің соңында олар қаланың биік төбесінде көтерілді. Астында мыңдаған шам жанып тұр, ал үстінде тек жұлдызды аспан. Арман Айдананың иығына пальтосын жауып сыбырлады. Міне, осы сәтті мәңгі есіңде сақта. Өйткені бұл біздің бастауымыз. Айдана оның бетінен ақырын сүйіп, есімде ғана емес, жүрегімде сақтаймын деді. Сол түні екеуі қаладағы түнгі жарықтар астында бір-бірін бұрынғыдан да жақын таныды. Бұл тек сағыныштың жеңісі емес, бұл екі жүректің бірігуі еді. Қаладан ауылға қайтқаннан кейін Айдана мен Арманның арасы бұрынғыдан да жақындай түсті. Бірақ өмір әрқашандағы тәтті сәттерден тұрмайды. Бір күні кешке Арман қоңырау шалып, даусы өзгеше болды. Айдана, ертең кездесеміз. Маңызды нәрсе айтуым керек деді де телефонды қоя салды. Келесі күні олар ауыл сыртындағы өзен жағасында кездесті. Күздің алғашқы салқыны сезіледі. Жел жапырақтарды сусылдатып, судың бетін толқындатып тұр. Арман үнсіз тұрды. Не болды? Деп Айдана алаңдап сұрады. Маған жұмыстан шетелге шығу ұсынысы түсті. 1 жылға, деді Арман, көзін тайдырып. Айдананың жүрегі қысылып кетті. 1 жыл? Деді ол сыбырлап. Бұл менің арманымдағы мүмкіндік, бірақ сенсіз қалай болатынымды елестете алмаймын, деді Арман. Екеуі үнсіз қалды. Жел екеуінің шашын тербетіп, күздің иісін алып келді. Мені күтесің бе? Деп Арман оның қолын ұстап, Айдана көзінен шыққан жасты жасыра алмай. Күтемін, бірақ сенен бір нәрсе сұраймын, деді. Айта бер, деді Арман. Қайда жүрсең де мені ұмытпа, мейлі күн сайын хабарласа алмасаң да, жүрегіңде сақта. Арман оның бетінен сүйіп сыбырлап, сен менің жалғызымсың, қайда барсам да жүрегім сенікі. Сол түні олар өзен жағасында ұзақ отырды. Тек толқындардың сылдыры мен екеуінің жүрек соғысы ғана түнгі тыныштықты толтырды. Ертесінде Арман сапарға аттанды. Айдана пойызы алыстап кеткенше қарап тұрды. Көзіне жас келсе де, жүрегінде бір ғана сенім болды. Бұл сезім кез келген сынақтан өтеді. Арада 1 жыл өтті. Айдана күнтізбедегі әр күнді сызып, Арманмен қайта кездесетін күнді асыға күтті. Әр қоңырау, әр хат сағынышын одан арттыра түсті. Күздің соңғы күнінде вокзалға келіп, пойыздың тоқтағанын күтті. Жүрегі кеудесіне сыймай, саусақтары дірілдеп тұрды. Ақыры вагоннан Арман түсті. Ол бұрынғыдан да еңселі, бірақ көз қарасы сол баяғы жылы күйінде еді. Айдана жүгіріп барып оны құшақтап алды. Екеуі де бір сәтке ештеңе демеді, тек бір-бірінің жүрек дүрсілін сезінді. Сен өзгермепсің, деді Арман, оның бетіне қараған күйі. Сен де тек менің арманым айналып кетіпсің, деп Айдана күлімсіреді. Кешкісін олар ауылдың шетіндегі Арман жалға алған шағын үйге барды. Ішінде пеш жанып бөлмені жылытқан.
Терезеден ай сәулесі түсіп екеуінің бейнесін жұмсақ жарықпен көмкерді. Арман оның қолынан ұстап, жай ғана «Саған қатты сағындым» деді. Айдана оның құшағына кіріп, басын иығына қойды. Сол сәтте бүкіл бір жыл бойы сағыныш, күту, арман бәрі бір сәтте ақтарылды. Арман оның шашын сипап, маңдайынан сүйіп, әр қимылында нәзіктік пен құрмет сезілді. Олар асықпады. Әр жанар, әр түйісу, демінің араласуы жүректерін одан да әрі жақындатты. Бұл тек құмарлық емес, бұл бір-бірін жоғалтып алға жаздаған екі жанның қайта табысуы еді. Түні бойы олар бір-бірін құшақтап, сыбырмен сөйлесіп, сағыныштарын өшірді. Терезеден ай сәулесі түсіп тұрды, ал бөлме ішіндегі тек екі жүректің ырғақтары естілді. Таң атқанда Арман оның қасына жата беріп сыбырлап, «Енді ешқашан айрылмаймыз» деді. Айдана күлімдеп, «Енді айрылмаймыз» деп жауап берді. Бұл түн олардың мәңгілік естелігіне айналды.